Әлдихан Қалдыбаев, көк дөңгелек. Серікбек пен Мараттың қызықты ойынының бірі дөңгелек қуу. Екеуінде де бір-бір дөңгелек, бір-бір имек сым. Дөңгелек болғанда кәдімгі арба күпшесінің ескі құрсауы. Екеуі соны имек сыммен сылдырлата қуып айдап күн ұзаққа ойнайды. Ойыннан жалыққан кезде Серікбек дөңгелегін мойнына кигізіп ала қояды. Бұл оған дағды болып кеткен. Мұндайда шешесі көріп қалса, «Қарағым-ау, андағың не? Көйлегіңді былғайсың ғой. Мойныңа салғанынша, оныңды қолыңа ұстап жүрсеңші», дейтін қабағын шытып. Шешесінің тілін қаншама алайнақ дегенмен, былай шыға бере дөңгелегін мойнына қайта салып алғанын Серікбек байқамай да қалады. Әнеу күні Серікбектің досы Марат көшеге су жаңа көк дөңгелек дөңгелетіп шықты. Ол сонайдан-ақ «Әй, мен дөңгелегімді қарашы, Көкпенбек!» деп мақтан айқайлап, Серікбектің жанына ентіге келіп тоқтады. Екі езуі екі құлағына жетеді. Серікбек көк дөңгелекке табан астында қатты қызықты. Көк дөңгелектің сыры жалтырап, көзінің жауын алды. Тіпті көк дөңгелектің дауысы да оның құлағына қоңырауша сыңғырлап, жағымды естілетін сияқтанды. «Марат, дөңгелегіңді айырбасташы, үстіне қызыл құлжамды берейін», деді Серікбек қиыла сұрап. Неге берем? Құлжаң өзіңе, бермеймін», деп Марат бұртаң етіп жауапты шорт қайырды. Содан бері шіркін, көк дөңгелекті қолға түсірер ме еді деген ой Серікбектің жадынан бір шықпай-ақ қойды. Бірде осы ойының орайы келе кеткені. Қалай дейсіңдер ғой? Шаңқай түсте екеуі ауыл алдындағы өзенге қарай үлкен сазды жарып өтетін жалғыз аяқ жолмен жарысып бара жатты. Жолдың екі жағы тұтасқан шидей-шидей түп-түп бұзау үшінмен. Кенеттен Марат сүрініп кетіп, етбетінен түсті. Қолындағы сым темірі бір жаққа, дөңгелегі бір жаққа ұшып кетті. Бірталай жер озып кеткен Серікбек қайта айналып келді. Бұл кезде Марат шұқшиып көк дөңгелекті іздеп жүрген. Мараттың қолындағы сымның шошайып жүргенін көргеннен-ақ ол дөңгелектің жоғалғанын айтқызбай білді. Әуеліден көк дөңгелекке ынтық болып жүретін Серікбек «Тапқан-тапқандікі, ешкі баққандікі» деп мәз-майрам болып қуанып кетті. Осыны айтып жоғалған нәрсені тауып алғандардың бермей қоюы бұларда бұрыннан бар әдет еді. Қалай іздеудің тәсілін Серікбек жақсы білетінді. Байқап тұрып дөңгелегін қалыңға қарай дөңгелетіп жіберді. Ешбір дыбыс естілмейді. Ол өзінің дөңгелегін тауып әкеп шөптің арасына қайтадан жібере қалды. Осылай лақтыра берді. Бір кезде көк дөңгелектің құлаққа жағымды қоңырау үні сыңғыр етті. Серікбек дауыс шыққан жерге жүгіріп барып, әй-шәй жоқ, көк дөңгелекті басын қысыңқырағанына қарамай мойнына кигізіп ала қойды. «Әкел дөңгелегімді, саған. Өзім таптым, өзім алам. Керек болса менікін ал». Серікбек осы сөзге ғана келді де үйіне қарай зыта жөнелді. Марат жылаған бойы үйіне қайтты. Серікбек өз ауласына кірген соң көңілі орнына түсіп, дөңгелек өзінікі болғандай бір сезімге келді. Енді алайын десе, дөңгелек шықпай, басына кептелді де қалды. Әрі-бері тартқылап көріп еді, болар емес. Оған дөңгелек өмір бойы мойнында жүретіндей болып көрінді. Қорқып кетіп, бақырып жылап жіберді. Баланың даусын ести сала шешесі далаға атып шықты. «Кім тиді күнім саған? Мынау шықпайды. Баламай, осы ойынды қой десе бір болмайсың, басқа ойын құрып қалғандай», деп шешесі алға шұрса бастады. Бірақ дөңгелектің шын шықпасын білгенде
ол да сасайын деді. Ойбай-ау, енді қайттік. Ең болмаса әкесі де үйде жоқ, жұмыста еді, деді ол әбіржіп. Демнің арасында бір талай адам жиналып қалды. Жиналғандардың ешқайсысы да дөңгелекті қалай шығаруды білмеді. Дөңгелекті алдынан көтерсе шүйдесі, артынан көтерсе қалыңдау шот қабағының терісі жиырылып жібермеді. Баланы колхоздың ұстасына Әбдірахманға апар. Қолының ебі бар, сол кісі кесіп шығармаса болмас, десті кейбіреулер. Бұл сөзді естіп Серікбек онан сайын шошынды. Өйткені колхоздың темір ұстасы Әбдірахман Мараттың әкесі. Серікбекке басына төніп келе жатқан дәу балға елестеді. Балама әлім жеттік жасағаның қалай, десе не демек? Бармаймын. Бармағаның ней? Осы енді салбырап қамыт құсап мойнында жүрмек пе? Шешесі жетектеп алды да жөнелді. Бұлар келгенде Әбдірахман үйінен түскі тамағын ішіп келіп, жұмысқа енді кіріскелі жатыр екен. Серікбекті көрісімен ол мырс етіп жымиып қойды. Жайша жүрсіңдер ме? Түрлерің суық қой. Әбдірахман осылай дегенмен күлкілі жүзінен оның барлық жағдайды білетіні айқын аңғарылып тұр еді. Сіз кесіп шығармасаңыз қайдам, деп Серікбектің шешесі болған жайды тағатсыздана айтып шықты. Соншама үрейленгендерің осақ па? Батырау, сенікіне көзіңнің жасын көл қылып. Кәне бермен келші, көрейік, деп ұста алақанына сабын езе бастады. Қолының ебі бар деген солау. Әлгі Серікбектің маңдайына сабынның көбігін жағып жіберіп, дөңгелекті оп-оңай шығарып алды. Ауырту дегенің не? Серікбек тіптен сезбей де қалды. Серікбектің шешесі жер көктегі алғысты жаудырып жатыр. Жаңа ғана Марат осы дөңгелекті іздеп ойбай салып еді. Бұзақыны дөңгелектің өзі жетектеп келгенін қарашы, деп Әбдірахман көк дөңгелекті бұрышта үйілі жатқан темір терсекке қарай лақтырып жіберді. Көк дөңгелек үйіріне қосылған жылқының еміренгеніндей бір түрлі ыстық үнмен сыңғыр еткендей болды. Серікбектің бетінен оты шықты. Сірә ол енді қайтып Маратқа тиіспейтін болар.